Докоган секреттері ашатын екінші бөлімі. Біз енді полицияға кіретін боламыз, яғни ауруханаға. Бұл жерде бізде ауруханада көп секрет бар, и барлығын сіздерге ашып беретін боламын. Полицияның ең бірінші этажына кіріп, сосын біз мұнан ап тастаймыз. Оның артында қызыл кнопка шығады. Ең бірінші бізде секрет. Мына жерінен міне алтын қаншама киімдер шығады. Тағы да алтын шығады. Баса беріңіздер, тағы да алтын шығады. Вот, 3 алтын шықты. И сосын бұл қызыл кнопканы басамыз біз жаңағы. Сосын мынаның ішінде түк жоқ деп ойлаймын. Мына жердегі де қызыл кнопканы басамыз. Сосын біз бұл киімдердің артында қызыл кнопка болуы мүмкін. Сол үшін жақсылап қараймыз. Егер де сіздер қызыл кнопка таппай жатсаңыздар, бүкіл жерде іздеп шығыңыздар. Міне осы шкафтардың біреуінде қызыл кнопка бар. Вот. Тағы бір қызыл кнопка. Мына артында қызыл кнопка. И тағы соңғысы қалды. Біз ол соңғысын қайда? Вот. Міне достар, гүлдің артында. Енді біз басамыз. Вот. Осы жерде мынандай бар. Және бұл жерден біз тағы да алтынды табуға болады. Сосын бұл жерден біз пауық және де біз бұндай и свет ала аламыз. Сосын бұл жерден мынандай нәрсе тағы алтын табуға болады. Вот. Келесі бұл жерде бізден мынандай бассақ, осындай түк шығады. Камералардың ішінен мына полициядағы бүкіл балалар. И және де бұнда осындайлар шығады. Біліп қойсаңыздар егерде. Және бұл біз орындықты басқан кезде істеп істейді. Бұндай кішкентайдың орны мынау. Міне төсегі кішкентай. Және бұның ішіндегі адамдардың барлығы осы. Көрдіңіздер ме достар? Бұның барлығы сұрақтарға жауап береді. Міне полицияның жауабы. Енді біз 0-ші этажға барамыз. Біз 0-ші этажға келдік. 0-ші этаждың ішінде осындай адамдар бар. Және мен бір білетінім 0-ші этажда ешқандай құпиялық жоқ деп ойлаймын. Өйткені 0-ші этажда айтпақшы достар, біз мына адамды осы магазиннен көретін болсақ, біз осы кісіні көре алатын боламыз. Бұл кісінің түрі басқа. Бұл кісіні біз бір магазиннен көрген болатынбыз. Егерде сіздер білсеңіздер. Және бұның астында мындай кішкентай ведьма тұрады. Вот достар, және де мынандай біреу қайтыс болған ба, бір бәле болған, короче. Және бұндай бүркітті пайдалансақ болады. Шкаптардың ішінде нан, жейтін заттардың барлығы тұр. Енді біз 1-ші этажға баратын боламыз. Бізге 1-ші этажға келетін болса, біз мына жерлердің орнын толтыру керек болады. Біз бұны мұнда қоямыз. Ал келесі мынаны мұнда қоюымыз керек болады. Бірақ мен бұны істеп көрдім. Бұнда еш пайда шыққан жоқ. Сол үшін мұнда мен ешқандай құпиялық жоқ деп ойлаймын. Сосын достар, бізде мына больницаның осы жерінен осыны табуға болады. Және бұның ішіне киім ауыстыратын заттар. Енді біз 2-ші этажға барамыз. Біз 2-ші этажға келетін болсақ, бұл жерден біз құпиялық мынаның ішінен, мәселен, осындай
мінекей кішкентай нәрсе шығады. Және де бізде тартқына бұл кішкентай бөпен-ай бұл. Бұл кісі айтпақшы, бір жерден бір мынандай құпиялық табуға болады. Қазір қайда жаңа сурет? Айтпақшы, мынандай бөпені көргенсіздер ме сіздер? Мұнда киім ауыстыратын заттар. Яғни бізде екінші этажда ештеңке жоқ екені белгілі болды. Егер де екінші этаждың құпияларын білетін адамдар болса, комментарийға жазып кетіңдер. Мен екінші этаждан ешқандай да құпия таппадым. Сол үшін де маған жазып кетіңдер комментарийға. Енді біз үшінші этажға барамыз. Үшінші этажға келетін болсақ, біз үшінші этаждан мынандай қоян табуға болады. Және де біз бұл жерден бұндай пульт табуға болады. Мынандай әдемі пульт. Сосын бізден мынандай дәретхана. Осыны табуға болады дәретханадан. Және біз бұл жерден айтпақшы достар, біз осы суреттерге қатты мән беріп қарайтын болсақ, бұл суретте бірдеңе жасырылған. Яғни сіздер қараңыздар. Біз бұл жерге қарап бір мән беретін болсақ, қабырғадан мына суретті байқауға болады. Бұл кісіні біз бұл жерден табамыз. Бұл кісі бізде міндетті түрде болу керек. Бұл кісіні біз бір жерден көрген сияқты едік. Тек киімін ғана ауыстырып алған, басқа ештеңе сезбеймін. Біз жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, егерде бізде көп құпия шығады. Достар, айтпақшы, сендер бұл кісіні білетін шығарсыңдар. Бұл кісіні қазір сендерге айтып беретін боламын. Бұл кісінің көк шашты қызды біз табамай жатырық. Сендердің іштерің пысып кетпесін, сол үшін тезірек іздейік. Егер де бұны сендер 2x'пен көрсеңдер болады. Өйткені мен тым баяу іздеп жатырмын. Ол адам таппай жатырмын. Ол адам негізі тез шығып келу керек, бәрінен ерте, бірақ ол адам шамалы шықпай тұр менде. Енді ол адамды іздеуге тура келеді. Қайда? Ол адам шықпай жатыр. Вот, достар, таптым. Енді сіздер қараңыздар. Мына адам, және де мына адам, міне. Бұл суретте бізде көк шашты қыздың бейнесі тұр. Қарасаңыздар. Бұл суретте бізде осы кісінің суреті тұр. Бұл ер адамның суреті. Бұл жерде бұл қыздың суреті тұр. Осында құпия бар, және де бұл суреттен де бір құпия табуға болады, достар. Міне осындай бір жақты құпия. Мен тоже айта алмаймын, үшінші этаждан күшті құпия таптым деп. Бірақтан үшінші этаждың құпияларын кім біледі, жазып кетіңдер. Мен шамалы білмей жатырмын. Всем пока. Үшінші бөлімді күтсеңдер, маған лайк басып қолдау көрсетіп келуді ұмытпаңыздар. Және қай жерден іздейін, қай жерден секрет іздейін, маған комментарийға жазып отырыңдар. Мен барлықтарында айтқанын істейтін боламын.